Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір данасын 500-600 теңгеге сатып алып жүрген капкейктардың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді және әдемі болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Егер де арнама жазылмаған болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, арнаға жазылып алыңыз. Ең алдымен бісміллах деп таза құрғақ ыдысымызға бөлме температурасында еріп тұрған сармайымызды салып, шым-шым тұз салып, оның үстінен қант ұнтағын салып, миксердің көмегімен жақсылап дәл осылай аппақ болғанша миксерлейміз. Сонан соң жұмыртқаны бір-бірден салып отырып, жақсылап миксерлейміз. Менде жұмыртқаның көлемі кішкентай болғандықтан 3 жұмыртқа пайдаландым. Егер де жұмыртқаларыңыз үлкен болса, 2 пайдалансаңыздар да болады. Қажетті заттардың құрамын осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Жұмыртқаларымызды бір-бірден салып отырып жақсылап араластырып алдық. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымыздың кішкене бір бөлігін салып, сонан соң сүттің де кішкене бір бөлігін салып, дәл осы процесті 3 реттен қайталайтын боламыз. Ұн мен сүтіміздің бірінші бөлігін салып алдық. Енді екінші бөлігін дәл солай қайталап салып, миксермен жақсылап араластырып отырамыз. Достар, егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңадан салған видеоларымды біріншілердің қатарынан болып көріп отыратын боласыздар. Одан да басқа менің арнамнан көптеген пайдалы рецепттерді таба аласыздар. Мінекей, біздің массамыз дайын болды. Дәл осылай көріп тұрғандарыңыздай қоюлықта болу керек. Енді лопатканың көмегімен жан-жағын жинап, жақсылап бір араластырып жібереміз. Енді мен осындай арнайы капкейкқа арналған формаларды пайдаланатын боламын. Кондитерский дүкендерден сатып алсаңыздар болады. Енді осы формаларды листқа жайғастырып шығамыз. Сонан соң жаңа дайындап қойған массамызды бір қасықты толтырып салып шықсаңыздар жетеді. Қатты толтырып жібермейміз, ол пісу барысында қайтадан ісінетін болады. Сондықтан да жарты қылып салсаңыздар жетеді. Мына жерде мен кішкене көп салып қойдым. Бір ас қасықты толтырып салсаңыздар жетеді. Алдын ала 160-170 градус қызып тұрған пеште 25-30 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей, осымен біздің капкейктарымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл өте әдем болып шықты. Іші де толығымен пісіп шығады. Енді мен оның ішіне салма салатын боламын. Сондықтан да осындай насатканы пайдаланып, ортасынан дәл видеода көрсетілгендей етіп, шұқыр етіп тесіп алатын боламын. Видеода көрсетілгендей етіп, қасықтың көмегімен ішін жақсылап тазартып аламыз. Қатты ойып жібермейміз, кішкене ортасына дейін ғана ойып алсақ болды. Капкейктардың барлығын осылай, осы тәсілмен ортасын ашып аламыз. Енді сіздер кез келген салма пайдалансаңыздар болады. Мен өріктен жасалған повидло пайдаландым. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, ішіне орналастырып шығамыз. Енді кремін жасайтын боламыз. Креміне творожный сырға қант ұнтағын салып, миксердің көмегімен бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі масса болғаннан кейін үстіне 33% сливкиді құйып, қайтадан жақсылап миксерлейміз крем болғанша. Мінекей, осымен біздің креміміз дайын болды. Өз формасын жақсы ұстағанға дейін миксерлейміз дәл осылай. Сонан соң лопатканың көмегімен жан-жағын жинап, креміміздің ортасындағы ауаларды шығарып, жақсылап араластырып жібереміз. Дайын болған кремімізді арнайы кондитерский мешокқа керекті насаткамызды орнатып, салып алатын боламыз. Менде насатканың номері 333 насатка.
Енді кремімізді бағана дайындап алған капкейктарымыздың үстіне әдемі етіп орналастырып шығамыз. Әсемдеу әрине өз қалауларыңыз бойынша. Мен осы видеода көрсетілгендей етіп орналастырып шықтым. Ішіне салма салу міндетті емес, қалауларыңыз бойынша салмай жасасаңыздар да болады. Егер салмамен жасайтын болсаңыздар, одан да дәмдірек болып шығады. Кремімізді әдемі етіп орналастырып алдық. Енді кез келген присипка немесе жемістерді пайдаланып әсемдесеңіздер болады. Мен де үйде бар заттарымды пайдаланып осындай присипкілерді сеуіп шықтым. Мінекей, осымен біздің капкейктарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді және қонақ дастархандарыңызға ұялмай қоя алатын тәттілердің бірі. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видеом сізге пайдалы болған болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп, лайк басып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.